Саламатсыздарбы әріптестер, қалдарыңыз қалай? Бүгін мен сіздерге мына Rende Forest бағдарламасында қалай біз анонс видеоларды, реклама видеоларды, роликтерді қалай жасаймыз, соны көрсететін боламын. Қазір мына біздің бағдарламамыз ағылшын тілінде тұр ғой, ол үшін мына жерге барып, русский деген бар еді ғой, соны таңдаймыз. Мінекей. Русский таңдадық, бізге барлығы орысша ауысты. Енді бұл жерде видео шаблондар тұр барлығы. Осы жерден таңдаймыз. Мен қазір ең алғашқы роликтің басы мынамен басталды ғой менде. Осыны аламын қазір міне. Осыны аламын да. Мынаны қазір ойнатып көруге болады, қалай болып шығатынын. Уақыты 0,24 секунд. Осылай ашылады. Мынау Rende Forest'ның логотипі ол. Осы жерге қалай біз өзімізге келтіре аламыз. Ол үшін создать дегенді басамын. Создать дегенді басып жіберіп, енді осы жерге өзіміздің логотипті қоямыз. Мен осы жерді бір рет басып, үстінен загрузить дегенді басам. Загрузить дегенде рабочий столға кіреміз. Міне менің біздің мектептің логотипі тұр. Мен осыны барып қоямын мына жерге. Мынандай болып тұр ғой, сол үшін мен мына жерді басып көрейік. Болмайды екен. Міне. Мына фит деп тұр ғой, соны басасыз, сол кезде мынау ішіне кіреді осылай. Содан кейін барып готовыны басайық. Міне мына жерге түсті. Енді бұның астына мына жерге жазуымыз керек қой біз. Так. 8-ші гимназия. Гимназия деп жаздым. Мына жерге ештеңе Жезқазған қаласы деп жазуға да болады. Бұл жерге мен не жазсам болады? Жезқазған. Мына бар ғой, қазақша шрифттарды оқымай тұр. Сондықтан мен осылай жасап көрейін. Осылай жазамыз. Енді осыны жазғаннан кейін болды қой жазып. Енді бұны көрейік, қалай ойнайтын. Ол үшін не істейміз? Мынау предпросмотр деп тұр ғой. Оны басамыз. Быстрый предпросмотр деп тұр, соны басамын. Енді күтеміз, қазір бізде жүктеліп жатыр. Мінекей қазір жүктелді. Қазір ойнатып көрейік. Логотиптер шықты. Осы бір жұмыс дайындап қойдым. Енді бұны сақтау үшін қайда барамын мен? Мына жаққа қараңыздар. Мынау не тұр ғой? Араның суреті. Осы жерге барсаңыздар, ашылады осы жерде. Сіздің кабинетіңіз болып саналады ол. Осы жерде видео деген тұр. Осы видео дегенге барамыз. Мінекей кешегі жасаған жұмысым тұр. Міне бүгін жасаған жұмысым осы жерде тұр. Осыны скачать деп басам. Міне қазір жүктелді, бұл менде тұра берсін. Енді біз тағы да бір екінші видеоны жасауым керек қой. Осыдан кейін мына видеоға міне көріңіз. Мынасын жасап қойдым қазір. Енді маған мынаны жасау керек. Мынандай болып ашылу керек тұғын ғой. Енді осыны қалай жасаймыз? Қайтадан программаға келеміз. Видео дегенді басып жіберейік. Видео деген басып жібердім да, енді осы жерден қараймыз. Міне, мына тұр ғой, осыны алған мен кино кадры деген шаблонды алдым. Осыны аламын. Мына жерден тексеруіңізге болады, ойнатып қалай көрінеді деген сияқты. Көріңіздер? Енді осыны создать деп басам. Осыны басқаннан кейін, мына жерде көрдіңіздер, мынаның барлығына имидж деп тұр ғой, сурет қоясынан барлығына. Енді бұған мен қазір қою үшін былай жасайын. Любой кез келген мен нені қоя берем. Өзімде бар суретте, қазір галереяда бар шығар. Соларды қоя берейін. Или кешегі тәуелсіздікке арналған суреттер барады ғой. Мына осылардың біреуін қоя берем, қарамай еш нәрсесіне. Мынандай болып тұр ғой, ол үшін мынаны былай жасаңыздар міне. Fill деген пошире артындай кеңінен аласыз да. Мынандай болып қалмау керек сіздің. Мынандай жан-жағында осындай қап-қарадай орындар қалмау керек та. Бұлай тұру керек сурет. Готовын басамын. Екінші имидж деген жерге барып тағы да сурет аламын. Мынаны алып мені. Мынаны қой. Мына жерде мынандай болып қалды сурет.
былай қойсам мына жақтары мындай болып тұр, қап-қара. Онда былай істеймін. Жоқ, былай істеп көре берейін. Готово кетті. Одан кейін үшінші суретке тағы да барам. Бұған мына суретті алдым. Былай кішкене настройка жасап жіберейін. Так, төртінші суретке барамыз. Загрузки. Осы жерден мынаны алайын. Қалай көрінеді екен, бірақ көрейік. Сіздерге үлгілік видеосын жасап көрсетіп жатырмын. Былай жасайық. Готово. Так, келесі суретті аламын. Мынаны қоя берейін. Қазақстаннан дейді. Так, мына сурет. Анамыз келеді. Мәжілі шулайтын ек. Жәдігерлер болып кетті. Так, келесі сурет қойып жіберейін. Жайтын қойсылай домбыраларды. Так, мына видеоны былай басып көрейін ба? Осылай тұрсын. Так, готованы басам. Келесі сурет бізде загрузки барып, мынаны баса салайын. Осы 9 суреттің бәрін қойып шықтым. Енді мына слайд уже дайын тұр. Енді келесі бетке барамын. Мына жерге жазуымыз керек бірдеңеге. Или сурет қойымызға болады. Олай болатын болса, мына жерге тағы бір сурет қоя салайық. Мына сурет келмейді екен, бір түрлі. Мен кетіп қайтадан басқа сурет қойыңызшы. Сәл былай жасап, готовын басам. Ең соңында мына жерге біздің мектептің жаңа логотип бар ғой, соны қоя салайын. Оны мен жаңа қайдан алдым, міне. Логотипті алдым. Басам осылай, готово деп. Или ана жерге сөз жазуға да болады негізі. Шақырамыз деп мына жерге номер 8-ші номер қайда? Номер гимназиясы жаздық. Мінекей, бірінші, екінші слайд, үшінші слайд дайындап қойдым. Енді бұнда жаңа предпросмотрға басам. Быстрый предпросмотрға басып жіберем. Қазір көрем, жүктеліп жатыр. Көрейік қазір. Мінекей, біздің видеомыз уже жүктеліп болды. Бұны да тексерейік. Осындай болды. Көрдіңіздер ме? Енді бұны жүктеп алу үшін видеоға барам, тағы да. Осы жерден барып, мінекей, жаңа екінші жұмысым дайын тұр, осыны скачать етіп аламын. Мінекей, менің жаңа бірінші және екінші жұмыстарым қазір жүктелді. Мен бұны қазір YouCut немесе CapCut программасын салып, осы видеоға фонға музыка қоям. Водяной знакты жауып тастаймын. Сосын болды, уже менде анонсқа видео дайын тұр ролик. Қазір осы ең соңында жұмыспен бөлісетін болам, фонға музыка қойып, сосын көрсетемін сіздерге. Сіздер де осылай жасайсыздар. Назарларыңызға рахмет. Комментарий жазыңыздар, лайк басыңыздар, міндетті түрде каналға жазылыңыздар.